12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Әже, осы сіздің арманыңыз бар ма? Бар. Сен емессің бе менің арманым? Әлде сен менің арманым емессің бе? Жоқ, апа, кәдімгі арман ше. Сен не сонда өтірік армансың ба? Шұла әңгімені білмеш. Арман дейсің бе? Арманым бар. Менің арманым қажылыққа барып келу. Қажылыққа бару, онда бармайсыз ба? Оған көп ақша керек балам. Оның үстіне менің қасында бір адам болу керек. Қажылыққа барып келу оңай емес. Қажылыққа? Әкеме айтып көрсеңізші? Қой, оның шамасы келмейді. Менікі жай арман ғой, сен де сұрағасын айта салғаным ғой. Арманжан, ал сенің өзің қандай арманың бар? Ой, менде көп қой. Мен чемпион болғым келеді. Америкада оқығым келеді. Және айға барып көргім келеді. Айға? Онда не бар? Ой, ол жақта былай секірсің, биікке 6 есе көтерілесің ғой. 6 есе биікке көтерілгің келсе, ана Қоран үстіне шыға салсай, сол үшін айға бармай. Армантай, сенің армандарың ұзақ жылға жоспарланған арман екен де? Ал жақын арада орындалуы мүмкін. Армандарың жоқ па? Бар. Скутер алғым келеді. Ол не тағы? Ол велосипед сияқты, бірақ басқа. Самокат сияқты ғой, әже. Ау, сарайда әкеңнің самокаттары толып жатыр? Жоқ, самокат сияқты, бірақ соның заманауи түрі ғой. Иә. Ендеше әкең айтпайсың ба алып бер деп? Ой, әкем айтқан, әкем әпермеймін деді. Көп ақша тұрады. Енді өзім соған ақша жинап жатыр. О, құлыным. Пенсиялық қосу мен саған қосып алып берем. Жарайды апа, мен болдым. Өздеріңіз құйып іше берсеңіздер. Шұғыла, анау гүлдерге су құя салшы. Кеше құймаппыз ғой, әбден қурап қалды. Жарайды. Бар ау жаным. Іштақ құяйын ба? Жоқ. Жаным менің. Жемедің ғой нанды? Болдым апа, рахмет. Жаным менің көкем мен. Ой, алтыным сол. Осы менің арманымды ешкім сұрамайды. Сенің арманыңды бәрі біледі ғой, грантқа түсу. Оның үстіне ол арманда емес. Сабағың жақсы оқысаң түсесің, жақсы оқымасаң түспейсің. Апа қалайсыздар, қуатсыздар ма? Құдай деп. Бала шағаларыңыз аман ба? Аман. Мен танып отырған шығарсыз. Шырамытып отырмын балам. Ой, танымадыңыз мені? Жоқ. Ой, ана былтыр келіп. Мына Мырзабек құдаңыз, көрші. Мырзабек. Соның құдасы ғой көршінің. Ой, анау шатасып біздің үйге кіріп кеткен ше. Қарындас құп көрген былтыр. Чемоданына келіп. Ендесіне түсті. Анау сол үйдегі алтын келіннің ағасы ғой. Ағасым мен. Дұрыс айналайын, дұрыс жақсы. Сонымен былтыр келген кезде жатқан жерің жайлы болғыр, Абдыразақ көкеміздің көзі тіреп. Соны жай өтіп бара жатып, жақсыдан дұға деп, көңіл көрген жерде деп бір Құранымды бағыштап кетейін деп кірдім апа. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики йаумиддин. Ияка набуду, ияка настаин. Ихдина сиротал мустақим, сиротал лазина ан'амта алейхим, гайрил магзуби алейхим валад-заллин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Садақаллаху лазим. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун.
Assalamun alal mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Salavat iman, tilavatlı Kur'an. Hasiyetli Kur'an Kerim'den bolgan, sürelerden bolgan, ayetlerden bolgan erbi savaplı. Keşege dünyadan ötken Abdülrezzak atamızın ruhuna bağışladık. Allah'dan rahmet, peygamberden şafakat çatkan yerin ceyli toprağın torkağıl. Ardındağı ufaklarına yeki dünyanın baktı nasip et. Rabbena etinne fi dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar bi rahmetike arhamar rahim. Allah. İman salamat olsun apa. Artık toy olsun. Kuday gözünüzge kuvvet versin. Жаңағы Мырзабек құдамыз үйінде қарындасың ғой апа. Соған күйеу бала екеуінің арасында бір кикілжің болып, соған ақылымды айтайын деп келген түрім ғой. Дұрыс дегенсің бала. Иә. Өзің сияқты үлкендер жастарға ақыл айтып, сабырға шақырып тұрғаны дұрыс қой. Сол ғой, сол. Болмайтын нәрсеге ұрсат жастар. Мен еді апа айыпқа бермаз, барайын. Ертегінді кеш қылмай айыпқа бермайсыңдар. Онда барайын деп қоям, менің жаңағы киімдерім. Бақштай. Соны. Кеппеді ме? Көрші шұғыла кеппі ма? Шолажан, көрші айналайын қалқам. Жоқ әлі кепепті. Кебен жеп қапты. Кеп бөп па? Күн үсті қой, кеуіп қалар. Кеуіп қалар. Сәл күте тұрайын, апа, енді далада тұрған Сөйт айналайын, сөйт. Жастық баш. Онда кішкене жантая тұрсаңшы. Апа онда демалбасты құда. Демалып алсын. Беймарал Рахмет, апа. Аман болыңдар. Жаңа кеуіп көтер, ә? Күн үсті қой жанып тұр ғой. Болмасам да фен мен кеп білсеңдер де әйтеуір. Ертерек бармасын. Фен жоқ үйімізде, ондай қолданбайыз. А? Рахмет. Күшті? Аға. Қалайсың ба? Қайсы. Берші бір айдың. Жоқ, бермеймін. Мына досы өтіп қой. Бермеймін. Бер шонда мен айдайыншы. Сен маған не бересің? Компьютер берем. Жоқ, Чупа-чупс ше. керек емес. Балмұздақ берсем ше. Мақұл, бірақ аз айдайсың. Қане балмұздағың? Қазір менде жоқ. Ақшасын бер онда. Ақша да жоқ. Жүр мен саған Мырзабек ағаның дүкеннен қарызға алып берем. Алдымен балмұздақты алып кел, сосын айдайсың. Кеттік. Алтын! Тоқта, қайда барасың? Кілтін үйіңе де, Қай дүкеніңе шартқа? де өзіңе ие бол. Кетем. Ағам қайда екен? Ағаң сені алып кетуге емес қалдыруға келген. Қай тартқа? Алып кетеді. Үйшөк алып кетеді, көресің ғой. Ол кісі кетіп қалған. Кеткен Қайтшы жоқ енді ағам қазір келеді. ренжімеші, Алтын. Қайтпаймын. Болмайтын нәрсеге ренжімеші енді, кешірші. Кешіре алмаймын. Алтын, Бар саудаңды жасайын, клиенттер келді. тоқташы, мен қазір келем. Қайсыны аламыз? Мынаны алайық. Мынау жақсы. Не керек? Балмұздақ. Алсаңдаршы енді. Ағай, қарызға бересіз бе? Бұл жерде қарызға зат бермейді. Қайқайыңдар. Неге? Үнемі әжем пенсиясына жазып жүрмін ғой. Иә. Берілмейді деді ма, берілмейді. Қайтыңдар үйге. Марш! Әлі кеппеді ме? Кеуіп қапты ғой. Құдеке? Құдеке? Мырзахан, Құда мына кеуіп қапты. Мырзахан, оятпа. Мызғымасын кішкене. Ана жаққа Түнімен ұйықтаған жоқпын деді ғой. Жо, ана жаққа барам деп еді, мынау. Енді кішкене жата тұрсын. Ой, бұны ет болып қалмаса болды. Мейлі онда. Ұят болмайды. Мынау жеп тұрып. Ой, не істедің? Тоқта. Ойбай. Ох. Тағы да жуу керек болды ғой енді. Қап, ұят болды ғой. Шоя. Шұғыла. Ай, шұғыла. Ал әке. Естедің ба? Осы жерге жаяма адам дегене. Шайба бар. Тез жу бар, тез. Манан да жу бар. Жүр. Ұйықтасын кішкене. Құдеке, темала беріңіз, кетпепті.
Недоступен әлі. 60-65. Ай, менде бар ғой. 70-75. Мен информатика дәптерінде болған. Міне. 1875. Осақ бәне. Скутер сатып алу үшін әлі 18 мыңдай ақша керек қой. Жинаймын. Қыс бойы жинасам, көктемде ма, жазда ма толып қалады. Оны сен биыл сатып алмасаң, келесі жылы қызық кетіп қалады. Иә. Менде бір идея бар. Осы ақшаның бәрін алайық та, балмұздақ сатып алып, ананың скутерін 2 күнге жалға алайық. Болған жоқ байлы? Мен саған қолмен жуасаш деп едім ғой. Тез болатын едің ғой. Сіз олай деген жоқсыз ғой? Жай жуа сал дедіңіз. Жуасаш десем мен саған 1 сағатқа қой деген жоқпын ғой. Жарты сағатқа қоймайсың ба еш болмаса? 1 сағат не, жарты сағат не, бәрібір емес па, жуылады ғой. Бәрібір емес. Сен 1000 теңге сұрасаң, бәрібір емес па деп 500 теңге берсем жақсы ма? Сіз онсыз да солай істейсіз ғой? Қашан істедім мен олай? Ылғи сөйтесіз. Вечерге 2 сағатқа сұрамсам, 1 сағатқа ғана жібересіз. Дұрыс. Саған солай жасау керек. Сен 1 сағатқа жіберсем 2 сағатта келесің сен. Егер 2 сағатқа жіберсем 4 сағатқа жоғаласың. Міне сол әдетіңе тағы салып тұрсың. Жарты сағатқа қой десем 1 сағатқа қойып берсем. Болдың, боларыс болды. Кір жуғыштың барабанында дөңгеленген дүние сияқты ғой, кері қайтара алмайсың. Кері қайтармайсың. Не істеймін сен? Тағалдаймын мен анадан, тағалдаймын ба енді? Ай. Айналдыр. Тез. Қозға машинаны, қозға болды тез. 4 сағат дайын болатын осы шалбар. Шишің сияқты былжырап жүрсің сен де бар ғой, адамды күйдіріп. Міне, 1875 теңге. Осыған қанша балмұздақ келеді? Қазір көреміз. 27 келеді екен. Осыған 30-ын беріңізші. Енді опын алып тұрған соң сіз түсіріп беру керексіз ғой. Жарайды, алыңдаршы. Анау қасындағы шоколадныйынан екеуін қосып ал, менің атымнан. Неге? Иә. Оның бәрі не істейсіңдер? Валюта ретінде қолданамыз. Валюта ретінде де. Сонда теңгенің балмұздаққа шаққандағы құны қанша болды? Ол балмұздаққа қарай 70 пен 300 аралығы. Пысығын қара өзің. Не істейсің, болды ма? Болды. Маған сал. Асы. Рахмет ағай. Жақсы. Ұрыспаңдар, ұрыспа, Ұрыспа, кім ұрысып? Ешкім. Құдай, мен, Мырзахан. Қайдан мен? Біздің үйлес. Ұйықтағанмын ғой мені. Ұйықтағанда жақсы. Тағы да 1 сағат ұйықтамаңыз. Ұят болды, қарабасын тұр. Ештеңе жоқ, кішкене ұйықтамаңыз. Как раз тұрамын дегенше киіміңізді кеуіп қалады 1-2 сағатта. Мен киім қайда, мен киім? Анау кеппей тұр әлі. Әлі кеппеген ба? Кеппепті әлі. Анау су сорғалап тұр, жаңбыр жауды ма? Сол жаңбыр жаумайдыр. Бірақ ана ауырай дымқылдау ма, бір бәле болып тұр, что-то кеппеді. Соңғыра мен күттім ұйықтамаған ау деймін да. Ой, түкте ұйықтаған жоқсыз, қазір жаттыңыз ғой. Қой, мен барайын, ұят болады ана. Киімді киіп кетіп барамын. Ой, қайтып киіп бара, сол кейін кие алмайсыз ғой. Отырыңызшы. Шайларың ағылыңдар, шұғыла, тамақ. Ештеңе ауыр болмасы құда, мен барайын, құдам, барайын. Татуластырайын жастам. Бір кеп қалған екенсен, қойыңыз енді. Отырыңызшы. Жоқ, киіп кете бересіз. Ештеңе қойды. Охо, тамақ дайын болған үйде отыра тұрамыз ба? Үйде? Онда үйге кірейік. Болып жүр, үйге кірейік. Футбол бастады қазір. Футбол қызығушы меңіз? Қызған ғой мен футболға. Бол. Ұйықтағаппын, а? Әжіппен ұйықтадың ба, ұйықтамадың ба? Дым ұйықтамадыңыз ғой? Мынаның әлі су сорғалап тұр. Жаңбыр жауды ма? Жоқ, жаумай жатыр ғой сол. Дублегің кебетін уақыты болды ғой. Соны білмедім, кеппей жатқан. Кім, шұғыла, айналайын қарындасым. Кепкен кезде маған айта сал.
мен неғып кетейін. Ауру болмай ақ қойсын. Ой, түн ұйықтамай екенсіз. Тақта? Бағанағынан аяқта еді. Міне әкелдік. Кешке дейін беріңдерші, көп әкелдік қой. Мен мұнда жемеймін, сен жейсің ба? Енді қандай жейсің? Анда ше, құйылмалы, ирек. Бұндайдан тісім ауырады. Қаш жылды? Ой. Енді не істейміз? Не ақша жоқ, не скутер жоқ. Есесіне бізде балмұздақтар бар. Бәрін ұмытып, армансыз отырынан бәрін жек та? Шынысың ба, бәрін қалай тауыспақшысың? Кезінде ата-бабамыз бір қойды тауысып жеген. Ал 30 балмұздақ бір қойдың қасында не ол? Қазір-ақ шеп тауысамыз ғой? Ақшамай. Қорқпа, менің апам зейнетақысын алғанда, мысалын жарты ақшасын қайтарып берем. Давай, бастырда, давай. О, ар жағына. Теп. Берсе еді адам. Ой, мынау. О, давай, кет. Давай. Ей, ат жағын не істемейсің, ат жағын. О, кет. Давай. Болмай қалды. Кет. Аға. Алдына. Аға. Не болғандар? Киімдеріңіз дайын болып қалды. Ау. Киімдеріңіз кеп. Қазір мынаны зарядка тағам. Тепсейін! Ой, мынау қисық аяқ. Кет. Давай. Ей! Қанша қалды? Әлі 28 данасы бар. 14-ден 4-тен бөлуге болады екен, Мади, мен болды жемеймсі, өзін жей Мен де жегім кеп тұрған жоқ. Мен аяғым қысып тұр кішкене. Мынаны қара. Не, сен асқазанның аяғында ма не? Айтқан сылтауын қарашы. Енді мынаның бәрін не істейміз? Дүкенге өткізсек алам екен? Білмеймін. Жүр көрейік. Жүр. Не болды? Тағы мороженое ма? Жоқ, бізге керек емес, сізге керек па? Жоқ, маған керек жоқ. Ағай өтініш, бағана алған мороженаларды қайтып алыңызшы өтініш. Сендер валютаны қайта өткізгенде құны түсетінін білесіңдер ма? Иә. Әкел көрейін. Ой, Мына балмұздақ емес, сүт болып кетті ғой. Алмайым. Барыңдар. Ағай, ермесе алатын бедіңіз? Әрине алу мүмкін еді. Енді ананы үйлеріңе апарып, шайға қатып ішіңдер. Барыңдар. Кеттік. Алатын бедіңіздік қойды. Ореков, дальше на Тунгшпаева. Тунгшпаев поднимает голову, будет заброс в штрафную. О, шоғла киімдерін жуып қойыпты. Молодец. Саған менен бір мороженое. Шоғла.
неге созылып кеткен мына бе? Немен жуған? Обычно киім жуған кезде тарылу керек қой. Мен азып кеткен бе? Арман, қайдан келсіңдер? Ассалаумағалейкум. Азанда ғана амандастық. Амандық сұрасқанның артығы жоқ, білесің бе? Жоқ. Білмесең біліп ал. Не бар пакетте? Ештеңке? Арман, не бар? Ештеңке? Не, ештеңесі жоқ, пакетті екеуің екі шетінен неме көтеріп жүрсіңдер? Берші көрейін. Ой, ішінде сүт бар. Сүт? Неме онда мен алдайсың ештеңе жоқ деп? Мешітке баратын адам өтірік алдауға болмайды, әкеші біз көрейін. Мешітке бармайтын адамға да өтірік айтуға болмайды ғой. Салғыласа берме, берші көрейін. Сүт. Сүт емес қой мына, сүттен жасалған. Мороженое ғой. Магазин тонағасында мынанша мороженое ес. Арамдар өздеріңіз шоколадын ойнап алыпсыңдар, Сендерге жеуге болмайды, тамақтарың ауырады. Неге жалаңдап тұрсыңдар? Не болды мына бе? Неге ыржалаңдап тұрсың? Неге ыржалаңдап тұрсыңдар, Шұғыла! Недоступен. Өшіп тұр. Кіресің ба, кірмейсің ба? Кірмеймін. Мына жұрттан ұят болды ғой. Маған ұрысқанда ұялмайсың, Кешірші енді. Көшеде отырғаныма ұял қалдың ба? Түймедей нәрсені түйдей қылмай қойғыш. Кешірші енді. Кешірмеймін. Сендер. Адамдарға таң қаласың, Азаннан кешке дейін қайт футбол көріп жүреді. Мен түсте көрсем болды ұйықтап қалам ғой. Саған мынаға не болған, Мынау әлі кетпеген ба, Мынау әлі. Арман? Не болған мынаған? Қаршық ағам бұған балмұздақ шашып алған. Тағы жудыңдар ма, Шұғыла! Шұғыла дейім. Ау. Мынау әлі кеппепті ғой. Иә. Тез шай қой енді. Футболдағыдай уақыт созбасақ болмайды енді мынаны. Көзіме күйіп қой, жайындар сәне қамнан деп. Не атпысыңдар, анаға жайындар бар тез, күн жаққа қарай. Қабы енді қайтыпсыңдар мен енді. Қабы ет болды ғой. Анаға бар жайындар. Күннің көзіне іліп қойыңдар. Қалайсыз? Жақсы, футбол жақсы болды ма? Отанмады. Жеңіп қалма. Дұрыс болған екен онда. Қалам бірдегі өзіңіз. Жақсы. Не болайық? Берек кезде шай ішіп алайық. Шай ішіп тойдық. Мен жаңағы
Жоқ, бір еккесі шай ішіп алайық. Ол шай ішіп болам дегенше киімде сақырлап кеуіп қалар, Құдай қаласа. Не дейді? Киім әлі кеппеген болсын? Ой, киім кепкен. Кеппеген ғой? Кепкен. Кепсе не алып бермейсің? Кеппеген ғой? Кепкен деймін. Кепсе әкелсең, киіп кетейді. Келіп барайын деді, ұят қой. Кешке шай ішіп отыра берем, болсын, шай ішуге келдім. Кеппеген ғой? Кемейін де батыр, кепкен. Сақырлап кепкен. Кепсе бермейсің бе? Кеппеген. Кепкен. Не болды дауыстарың қатты шығып кетті? Жоқ, кеппеген, кеппеген. Кімді шайға? Күн аяға түседі ғой. Садаға түскеннен кейін сұяқтан не Шайға. Бір жақта кепкен. Кепкен. Кепсе бермейсің? Береміз қазір. Кепкен, кепкен. Шай ішіп алсайшы. Кепкен. Кепкен. Қап. Абы сізге не болды? Шай. Ана жаққа кепкен ғой. Ей, сендерге тағы не керек? Ағай, бағана сіз балмұздақ еріп кетпегенде алам деп едіңіз ғой? Иә? Міне, ерімеген балмұздақ. Мынау менікі емес. Неге? Сіздікі ғой. Сізден алдық. Мен сендерге мынандай жалпақ балмұздақ сатқан жоқпын. Барыңдар, құрыңдар. Басымды ауырта өрмеңдерші, келе өрмеңдерші бұдан кейін. Ағай! Бар деймін, бар. Ағай. Еріп кеткен балмұздақ қалыпты. Осының бәрі солардың кесірі. Айтпа, енді не істейміз? Білмеймін, бір нәрсе ойластыру керек. Скутерлерін тартып алсақшы. Сосын? Былай істейміз. Ой, апа бір қызық болды. Киім кеппей біраз әуреледім сіздерді. Иә. Енді бағанағы кеу бала мен қарындастың тірлігіне барайын мен енді, апа. Ақылдасқан тірлік қой, не ақылыңыз айтасыз? Өзіңмен бір күн шүйіркелесіп, Иә. туысқандай болып кеттік. Иә. Кеппеген киім арқасында. Мына Мырзабек құдаң да бізге бөтен адам емес. Иә. Жаңадан көшіп келді дегені болмаса, бір ауылдың ауасын жұтып жүрген жандармыз. Ағайын болып кеттік қой. Иә, ағайын болып кеттік қой. Ал енді мен сенен сұрайын. Осы жастар неменеге келіспей жүр дедің? Қысылмай айта бер балам, не жағдай? Енді біздің өмірлік тәжірибеміз бар. Дұрыс. Бір сөзіміз болмаса, бір сөзіміз кәдеге жарап қалар. Апа, осы сөзіңіз керек болып тұрады. Ол жерде ешқандай проблема жоқ, апа. Жастардың еркелігі, бір-біріне еркелеп, болмайтын нәрсеге ұрысады ғой. Ол жерде әйтпесе бір арбасында бөгіз өлетін проблема жоқ. Жастықта жаңағы. Анауысы әдейді, мынауысы мәдейді, мынауысы оқ дейді, анауысы шоқ дейді. Ойдағырда. Соны енді жаңа басында келіп, ашумен келіп, қарындасымды алып кетен деп келгем. Сосын жаңа үстіме су себілгеннен кейін, ашуым басылып ойланып қалдым, апа. Ойланғаның дұрыс болды. Бұндай нәрсені ойланып, ақылдасып шешпесе болмайды. Ақылдасқан істе береке бар дейді ғой. Енді мен жағдайдың қалай болғанын білмеймін. Дегенмен, 3 мәселеге көңіл аударғым келіп отыр. Біріншіден, мынау жастардың арасына үлкендердің орынсыз кірісе беретіні бұзады. Міне, мен де осыны айтамын. Көрдіңіз ба? Болмайтын неге араласады жастардың? Иә. Ерлі зайыптың ортасына есі кеткен түседі. Иә. Не мені таңда, не келінді таңда дейтін енелер бар. Бар ғой, бар. Ішіме сыйған қызым сыртыма да сияды деп, барып қыздарын ажыратып әкелетін шешелер де бар. Сондайларға мен таңғалам ше. Ішінде қалай сияды? Иә. Өзі ол кезде 3 килограмм. Қазір ол шыққаннан кейін өгіздей болып кеткен жоқ па? Өгіздегіне артында бір баласы бар. Шыны ма? Қалай сияды ол? Ол қағаз сияды ол. Ары қараймын, тыңдаңдар. Оның үстіне мынау қайын әкпелер араласып кететін кездер болады. Қайын бекелер солап құртатын бар ғой. Көрші құланың араласып кететін кездер де болады. Ал солардың бұл сыртынан тілекші болып, ақылшы болып отырса, бәр тізгінді жастардың өзіне берсе, жағдай басқаша болар еді. Иә. Ал екінші мәселе, мынау бір жақтың ғана уәжін тыңдап алып, қорытынды шығаруға болмайды. Болмайды. Мынау екінші жақтың уәжін тыңдап алып, содан кейін барып қорытынды шығару керек. Бұл пайғамбардың сүннеті деп, осы үйдегі аталарың ылғи айтып отырады. Жаным апам.
Мына қаты бар үйдің қазынасы бар деген қандай керемет. Мына қазыналарымыздың ақылын тыңдап, апамның ақылын тыңдамай барсам, екі ортада мынау ағайынмен дүрдараз болып қалатын ек. Апа, рахмет. Мен енді барып, мына сіздің ақылыңыздан кейін барып, күйеу баланы жеке алып шықпаймын ба бе қарай? Ей, не болды? Еркекше. Иә. Содан кейін үшінші ақылыңыз қандай? Үшінші ақылыңыз айтыңызшы. Ал үшіншісіге келетін болсақ, балам, құдалар бір-бірімен тату болу керек. Бұл деген жастарға үлкен өнеге. Иә. Сосын тағы былай. Мынау қыздың туыстары күйеу баланың сөзін, күйеу баланың туыстары келіннің сөзін сөйлеу керек. Сонда ғана татулық, береке, бірлік болады. Баланс болу керек қой. Дұрыс айтасың. Сонда ұрыс айқайшы болмайды да? Дұрыс айтасың, міне. Су ішесің бе? Ішпеймін. Іше ғой сен. Шөлдеген шығарсың. Кел енді бетін жуып жіберейік. Алтын, кешірші мені. Кешірмеймін. Бұдан кейін саған даусымды көтерсем, аузым түспасын. Кешірші. Сен ылғи сөйтіп айтасың. Содан кейін қайталап ұрса бересің. Бұдан кейін қайталамайын дедім. Қойшы енді. Кешіресің бе? Жүр, үйге кірейік. Жүр. Кеттік, Алтын. Апам мынау киімі құрғыр әрін кепті ғой. Көңілдеген қандай деймді. Болғануы тез, тазаруы кебуі қиын. Сондықтан да адамдар бір-бірінің көңіліне қаяу салмай жүрсе деймін ғой, апа. Дұрыс айтасың бала. Мынауыңыз бар ғой, нағыз философиялық ой болды ғой, а? Философ айтты ғой, философ айтты. Рахмет сіздерге. Апа жақсы. Рахмет. Киімнің арқасында біраз ұйықтап алдық, тамақтанып алдық. Жақсы. Сау болыңыздар. Көп рахмет. Бала шағаларыңыз қызын қойыңыздар. Көп. Әй, мыналарың не? Осы ғой әже скутер деген. Скутер? Не дейді құдай? Скутер. Жүріңіз шай ішіп. Ой, тұрмай. Арман, Мәди, ашыңдар есікті. Ашыңдар. Қайтарыңдар скутеріңді. Ой, балақайлар. Телефоным қалып кетті ғой мен. Бұйылдыққа мына киім кеппейтін болды ау. Мырзаке! Шай ғой! Шай ішіп болам дегесем мына киімді сақырлап кеуіп қалар. Сендерде. Қайран досым, қонақ жай қазақ деген елдің де бір қара шаңырағын көрдің бе? Сен үлкен үйге келдің бе? Қайран досым, ең жақын ағайынның арасы, ішкі жан сарайының ауасы,
үлкен үйіңнен табасың. Үлкен үйде жастықтың сағындырған шағы бар, қаттықтың мағыналы